Söz zаттанады деген bir керемет söz var. Ya, söz zаттанады. Бұл сөздің авторы Құлгерім Елемесұлы. Даналық кітабы дейтін ол кісінің әлі жарияланбаған кітабы бар, керемет кітап. Ол кітапты енді жарияланбаған, сол кітабының өзін ол кісі жазғанына бір 15 жыл болып қалды. Мен білген 15 жыл болды. Ол Құлгерім ағамды мен бала күнімнен білем. Мен есімді енді білетін 6-7 жас кезімнен енді есіп білді десем білем. Ал мен бүгін осы сөз заттанады деген сөзді неге айтып отырмын? Бұл өте үлкен ғылыми тақырып. Арысын айтсаң физикаға, теориялық физикаға, Эйнштейннің тармағынадағы салыстырмалық теориясына, берісін айтсаң Эйнштейннің етең mc квадрат деген тең мағынадағы салыстырмалық теориясына келетім. Бұлайынан қарасаң философия, бұлайынан қарасаң дін, бұлайынан қарасаң ғылымға баратын өте терең сөз. Кешегі лекциямда ана үйдің кітапхана бөлмесінде отырып еврейлер неге қалыс қалды деген бір лекция сөйледім. Басы еврей болғанмен арты Қыпшақ, Қоңырат, Жалайыр, Найман, Керей, Қырым татарлары деп біраз дүниеге кеттік. Енді осы әңгіменің өзінен айтып отырып, сол кезде сол еврейдің тарихы, мынау Орыс-Украин соғысы, Орыс пен Украинның соғысынан кейінгі Израильдің Орыс-Украин соғысында бейтарап қалғаны, олардың екі оттың ортасында қиналып қалғаны, еврей тарихы дегеннен ары қарай қалың қайпалар, тарихтар кетті дағы, сосын жаңағы тарихтар кетті. Сол кезде Эйнштейннің етең mc квадрат формуласы да кеткенді. Бір шалқып отырып, шабытым тасып отырып бір сөйлеген кезім. Енді білесіздер, мен ештеңе алдын ала дайындалмаймын. Мен ештеңеге дайындалмаймын. Бір сезім келеді, сөйлегім келеді, шабытым тасиды. Оны бір аяқ астынан отырып алып, мен мынандай тақырып сөйлеймін деп, мынандай бір алдын ала тезис жазып, немесе алдын ала текстін жазып, мәтінін жазып, дайындалмаймын да. Мен тіке сөйлеймін. Сосын ары қарай кетеді лекция шабытым. Енді оны неге мен сөйтіп емін еркін жіберем? Себеп тыңдайтын халқым бар. Сенем. Әр лекцияның көрілімін қарасаңыздар жетеді. Және оны қиып салатын жігіттер бар. Қазірге дейін 20 шақты канал болды. Қиып 5 минут, 8 минут деп алды. 30 секундтан қиып жатыр екен. 30 секундтан қиып салып жатыр. 1 минут қиып салып жатыр. Маған сондықтан мен енді қиған қысқасын ұнататын қысқа, ұзын ұнататын ұзыны деп лекцияны жіберем. Бірақ сол кезде Эйнштейннің салыстырмалық теориясына да кетті. Етең mc квадрат. Онда түсіндірді. Энергия, масса, зат кәдімгі зат. Мынау қолға ұстауға болатын зат міне. Жарықтың жылдамдығы. Секундына 300 мың километр. 300 мың километр бөлінген секунд және оның квадраты. Енді осыдан барып сен ойлай көр. Енді осыдан сен да алып қой. Квадрат тең болады, не болады? Квадрат тең болады, энергия бөлінеді, астында үстінде м болады. Яғни массаны, мына затты, осының құрамындағы энергияға бөлесің, және оны квадрат түбірден шығарасың. Яғни С тең болады радикал астында, квадрат астында масса бөлінген энергия болады. Қалай түсінесің? Жарықтың жылдамдығы затты, яғни қолға ұстауға болатын затты, оның құрамындағы энергияға бөліп, оны түбірден шығарсаң, квадрат түбірден шығарсаң, жарықтың жылдамдығы шығады. Ал жарықтың жылдамдығы тұрақты ғой.
300 мың квадрат бір секундта. Пүп дегенде 300 мың километрге кетеді. Пүп бір секундта 300 мың километр. Ал ол қасиетті кітаптарымызда әсіресе Құранда айтылған ең жоғарғы жылдамдық. Бірақ періштелер нейді? Жарықтан да жылдамдықпен ұшады. Жарықтың жылдамдығы Құранда айтылған, ал періштелердің жылдамдығы жарықтан да жоғары деп қанша 50 есе ма 50 мың есе ме есімде жоқ. Бірақ жарықтың жылдамдығы туралы мәселені физикалық тұрғыдан Құран жазған. Енді қара, 1500 жыл бұрын. Бірақ сол жылдамдық тұрақты болса онда қазір. Онда мен қазір сол жарықтың тұрақты жылдамдығы аламын. Мынау бір металдан, темірден, каучуктен жасалған зат. Бұны аламындағы сыны. С, мс квадрат. М масса бөлінген, төбесінде энергия, және оны квадрат түбірдің астында. Онда ол қалай болады? Онда ана уранч. Онда оны да энергия бөлінген масса квадрат түбір астында болады. Темірдің де жарықтың жылдамдығы энергия Си тең энергия бөлінген масса квадрат түбір астында болады. Сонда бүкіл дүние жүзін жылдамдық бойынша есептесең, бүкіл дүние жүзін. Оның бойына Құдай берген энергияны, сол Құдай берген массаға бөліп, оны квадрат түбірден шығарсаң, жаңағы жарықтың тұрақты жылдамдығы шығады. Енді бұл жерде жарықтың жылдамдығы абсолютті ма, абсолют емес па, мен білмеймін. Абсолютті тұрақты ма, жоқ, ол да мәлім бір жағдайда өзгере ма, мен білмеймін. Бірақ осыны мен баяғыда 7 сынып оқып жүрген кезімде осыны жаңағы үлкендердің кітабынан оқып алып, миым жетпейтін. Сонда алтынның энергиясын алтынның массасына бөлсем, жарықтың жылдамдығы шығады. Квадрат түбірден шығарса. Темірдің энергиясын темірдің массасына бөліп квадрат түбірден шығарсам, жарықтың энергиясына шығады. Жарықтың жылдамдығына жетеді. Сонда қана. Бұл кезде мен нан пісіреді үйдегілер тандырға. Тонар дейміз оны. Тандыр нан деген осы жақтан үйрендік. Тонар дейміз. Тонарға кәдімгі шөп шалаң кәшек жақсам, күлі көп шығады, қызу аз болады. Ағаш отын жақсам, күлі аз шығады, қызуы тез болады. Көмір жақсам, оның күлі тіптаз болады, қызуы тіпті жоғары. Содан бір нәрсе ойладым. Яғни қалдығы қанша көп болса, онда оның энергиясы аз болады. Демек, энергия мен массаның қосындысы сол заттағы біз білетін затпенен біз көзімізге көрінбейтін энергияның қосындысы дедім. Яғни энергия аз болады, қалдық көп болады. Энергия көп болады, қалдық аз болады. Сосын барып ойладым. Қандай зат күйінде тұтасымен энергияға айланып кетеді. Ешқандай кәшектің, шөптің көп күлі сияқты, ағаш отынның аз күлі сияқты, көмірдің одан да аз күлі сияқты емес. Зат күйінде ешқандай күлсіз, қалдық затсыз, заттан тіке энергияға айланып кетсе, не болады деп ойлаймын. О кезде физика миымда жоқ кез, көп түсінбеймін. Соны мен ойлашы, мен сол кезде 15-16 жас кезімде мен соны ойлап басым қатып жүргенде, сөйтсем менен жарты ғасыр бұрын Эйнштейн деген адам тауып қойыпты оның формуласын. Кейде ойлап қалам, соны егер Эйнштейн таппағанда мен тауып қояр ма едім деп. Себебі ертең МС квадратты сен кәдімгі бірліктері бойынша деген энергия, калория, жылу есептей бер. Қай бірлікті қолдан? Калорияны қолданасың ба, джоулды қолданасың ба, ал мыға сен граммды қолданасың ба, сыға сен жаңағы метр бөлінген есті қолдануға болады. Километр 300 мың ғой, 300 мың километр артынан нөлді қоса сал. 300 мың дегенің 3 көбейтілген 5 нөл, артына мыңды қоссаң 8 нөл болады. Оны қолдана сал. Сонда оның квадраты десең, жаңағы S квадрат, төбесінде M квадрат, астында S квадрат болады. Сонда оны ештеңе жаңағы білмей-ақ тек сол бірліктерді өз-өзіне айналдырып-ақ таба салуға болады. Эйнштейн де оны лабораторияда ойлап тапқан жоқ. Эйнштейн де лабораторияда болған жоқ. Ол тек оймен тапты. Ол оймен тапты. Масса грамм,
энергия калория немесе жоул осының ортасындағы байланысты іздеді. Қайтып масса менен энергияның ортасында не байланыс болады деген кезде массаны энергияға бөлді, көбейтті, алды, қосты, сөйтіп отырып та қараса, бұл жерде секунд квадрат, метр квадрат деген нәрсе шығады қайта-қайта. Деді, жылдамдық. Секунд квадрат, метр квадраттың жылдамдығы. Оны сол кезде 1988 әлде 1987 жылы мен де ойладым. Жылу аз, яғни энергиясы аз, бірақ қалдығы көп. Кәшекті жақса, қалдығы аз, жылуы көп, ағашты жақса, қалдығы тіпті де аз, бірақ жылуы көп, көмірді жақса, одан кейін бензин жағып көрдік айтпақшы, сынақ ретінде. Сосын мен бензинді жоқ, мынауда күл қалмағанмен бәрібір көмір қышқыл газы және су пайда болды деп оны оқып алдық, ізденіп жүріп, химия оқымай тұрып оны біліп қойдық. Яғни бензиннің өзі қалдыққа айналады. Себебі машинада бензин жанғанда артынан қышқыл газдар шығады. Тағы басқа заттар шығады. Сонда мен ойладым, толық күйде массадан толық күйде энергияға айланып кететін зат бар ма деп. Сөйтсем мен бас қатырып жүрсем оны Эйнштейн деген шал тауып қойыпты. Демек, бұл сөз жаңағы құлгермел емес ағам, менің абыз ағам, менің данышпан ағам, қазақтың имани әдебиетінің туыстаушысы, міне қазақтың руханиятындағы, қазіргі қазақ руханиятындағы Абай Шәкәрімнен, Ақыт Үлімжідан жалғасқан, Абай бастаған, Шәкәрім жалғастырған, Ақыт Үлімжі туын жалғастырған, сол имани әдебиетінің бүгінгі туыстаушы серкесі құлгермел емес ағам айтқан сөз заттанады деген сөз содан. Энергия, сөз, зат, кәдімгі зат. Энергия мен зат ауысады бір-біріне. Оны Эйнштейн ертең МС квадрат деп дәлелдеп қойды. Ал мен бұл сөзді неге айтып, неге Эйнштейнді айтып, миларыңызды шіртіп отырмын? Көзге көрінбейтін энергия. Ол Құдай оттан жаратқан, жынды оттан жараттық дейді. Періштені нұрдан жараттық дейді. Отта, нұрда энергия. Тіпті нұрдың өзі, жаңа сәуленің жылдамдығының өзі екі сипаты бар деді. Кешегі лекциямызда еврейлер неге қалыс қалды деген Эйнштейн туралы сөйлеп кеттік. Ода екі сипат бар. Бір толқындық сипат. Екіншісі кәдімгі заттық сипат бар. Кәдімгі тартылыс күшіне қарай тартылатын заттық сипат бар. Партиклдік сипат бар. Жарықта кәдімгі судың толқыны сияқты толқындық және заттық сипат бар. Ал жарықтың өзі зат және зат емес сияқты. Жарықтың өзі кәдімгі шашып жіберген су сияқты. Ең жылдам және зат емес сияқты. Зат пенен зат еместің ортасындағы нәрсе жарық. Ал жаңағы жын жаратылған отшы, онда ол мүлде қол ұстауға келмейтін, көзге көруге келмейтін энергия шығар. Біз білмейміз. Бірақ құлгермел емес ағам сол Эйнштейн тапқан формуланы сөз заттанады деп қазақша айта салды. Ол кісі физика оқып, зерттей алған жоқ. Ол кісілердің заманда ондай оқу-тоқуда бола қоймады. Бірақ қазақ берген табиғатпенен, таза дарқан талантпенен сөз заттанады деді. Құлгермел емес ағамның сөз заттанады деген осы сөзі Эйнштейннің бүкіл дүние жүзінің ғалымдарын тамсандырған ертең МС квадрат деген формуласымен бірдей құнға ие. Ал мен бұны неменеге айтып отырмын, қазақ? Сенің аузыңнан шыққан сөзің сенің тағдырың болады. Сенің ойың, мына басыңдағы ойың, көкейіңдегі ойың сенің тағдырың болады. Сенің жүрегің жақсылыққа ұмтылып, аузыңнан сол ақиқаттың сөзі, шындықтың сөзі, жақсы өмірге деген талпыныс, ақиқатшылдыққа, шыншылдыққа, демократияға, еркіндікке, теңдікке, Құдайдың ақиқатына деген ұмтылыс болса, сенің өмірің сондай болады. Ал сен бүкіл жүрегіңді тек анаған пара беріп өссем, мынаған пара беріп баламды мектепке кіргізсем, анаған пара беріп баламды университетке кіргізсем, мынаған пара беріп баламды армиядан бітірткісем, мынаған пара беріп
екінші дипломын алғызсам, мынаған пара беріп қызметімде қалсам десең, сенің өмірің парадан көз ашпайды. Ал сен мынадан үндемей қап, жағымпазданып, ақиқатты аяққа таптасам, ана оқиға болғанда жағымпазданып, жанымды сақтап қалсам, жер сатыла ма, сатылмай ма дегенде, сатылса сатылсын, басыма аман қалсын десең, анау бүкіл қазақты нақақ шырылдатып, қамап, соттап жатқанда, ол қазақ не болса ол болсын, мен басым аман болсын десең, яғни Құдайдың ақиқатынан қашсаң, сенің өмірің солай болады. Сондықтан қазақ, сенің қазіргі мына зұлым Қазақстанда жасауың, мына әділетсіз Қазақстанда жасауың, мынау асты мен үсті байлыққа толған Қазақстанда жасап, аш жалаңаш өмір сүруің, мына жер бетінде жоқ парақор іріп шіріген, бюрократияға батқан, парақорлыққа батқан, әділетсіздікке батқан мемлекетте өмір сүруің, осыншама ұланғайыр далада жүріп, өлген қазақты көметін жердің өзі тегін болмайды, көрлігіңе дейін сатып алады. Осыншама ұланғайыр далада жүріп, 2 сиырыңды бағатын 2 метр жерің жоқ өмір сүруің. Осыншама кең байтақ далада өмір сүріп, үйсіз-күйсіз, панасыз жүруің, банкке, кредитке байлануың. Осыншама ұланғайыр далада жүріп, бақытсыз өмір сүруің. Дүниеге шыр етіп келген қазақ пара беріп бастағаннан, докторға, дәрігерге, тіркеуге, сонға, құжатқа, анау мынауға, балабақшадан бастап пара беріп, мектепке барғаннан бастап пара беріп, ойбай орын жоқ. Докторханаға пара беріп, орын жоқ. Ең соңында мектеп, орта мектеп, орталау мектеп, орта мектеп, одан университет пара беріп, ең соңында өлгенде мәйтін докторханадан алып пара беріп, ең соңында көмгенде ақшаға пара бересің. Дүниеге парамен кететін қазақ болу ниетіңнен. Сол ниетіңнен тауып отырсың. Егер әрбір қазақ батыстың, Еуропаның, Американың халқы сияқты ақиқат үшін күрескенде, шындықтың үстінде тік тұрғанда, барлық әділетсіздікке қарсы күрескенде, Назарбаевтың әулетіне, немесе Тоқаевтың әулетіне, мынау әділетсіздікке қарсы тұрып, неге бізде солай, неге бізде осындай болады деп қарсы тұра алғанда, әрбір қазақ еркіндік үшін, теңдік үшін жаным беретіндей бола алған кезде, мен күресем, маған еркіндік керек, маған демократия керек деген кезінде, неге мынау әділетсіз сотталады, мынау неге нақақ сотталу керек, неге мына Қытайдан алған қарыз, неге халыққа жарияланбау керек, мұнайдан түскен табыс қаншаға сатып жатсыңдар, қанша куб метр газды саттың, қанша тонна мұнайды саттың, есеп бер деп, кеңірдегінен қысып тұрып, есеп ала алатындай болған кезіңде, сен бақытты өмір сүресің. Әркім басыңды ойлап, болды, мен жемеген қарым боғымен піссін десең, зұлымдыққа қарсы тұра алмасаң, әділетсіздікке қарсы тұра алмасаң, сенің ана ниетің, жүрегіңдегі пиғылың, көрнекінде, көмескінде білуші, жаратушының алдында бәрі анық, бәрі белгілі, енді сен бақытты өмір сүрмейсің. Себебі, сен ондай бақытты өмір сүруге лайық емессің ғой, сен ондай лайық емессің. Тіпті Құдайдың өзі саған қарғыс айтады. Себебі сенің бүкіл өмірің әділетсіздіктен тұрады. Сен сол әділетсіздікті жақтаушысың, құптаушысың. Әділетсіздікпен күреспеген әрбір қазақ сол әділетсіздікті жасаушылардан арман. Коррупцияға қарсы күреспеген қазақ, мынау парақор іріп шірігендермен күреспеген қазақ, сол қазақты 30 жыл теспей сорып, бақытсыз сорлы қылған Назарбаевтан арман қылмыскер. Кім-дегім зұлымдықпен күреспесе, ол зұлымдықты жасаушыдан арман қылмыскер. Осыны екі бастан анық түсінейік, жақсы өмір сүру үшін сол жақсы өмірге лайықты қауым болайық. Құдайдың өзі кітабында айтады, егер бір қауым өзін өзі өзгертпейінше, Құдайдың оларға беретін нығметінде өзгеріс болмайды. Сен өзіңді өзің өзгертпейінше, сенің өміріңде өзгеріс болмайды деп тұр Құдай. Өзгеру сенен деп тұр. Егер бір қауым өзін өзі өзгертпейінше, Құдайдың оған беретін нығметінде өзгеріс болмайды. Алдымен өзің өзгер қазақ. Сен өзгермей ештеңке жақсылық болмайды. Аман болайық қалың елім қазақ. Жарату менен, жаралу сенен деп айтып кетті Құдай.
ендеше өзімізді өзгертейік, ақиқатқа, еркіндікке, теңдікке, шыншылдыққа қарай ұмтылайық. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.